Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен экономикалық модельдердің бірі өндірістік мүмкіндіктер қисығы моделін қарастырамыз. Және бұл модельді түсіндіру үшін біз белгілі бір елде қолда бар ресурстардан тек екі түрлі тауар өндіріледі деген болжал жасаймыз. Бірінші тауар түрі ол велосипед, екінші тауар түрі автокөлік. Егер де осы ел қолда бар барлық ресурстарын велосипед өндірісіне жұмсайтын болса, ол 3000 дана велосипед өндіре алады. Немесе барлық ресурстарын автокөлік өндірісіне жұмсайтын болса, ол 1000 дана автокөлік өндіре алады. Біз осы екі шеткі нүктені қосу арқылы біз көк түсті қисық сызықты аламыз. Бұл өндірістік мүмкіндіктер қисық сызығы деп аталады. Және өндірістік мүмкіндіктер қисық сызығы дегеніміз не? Ол екі түрлі тауардың әртүрлі комбинацияларының жиынтығын сипаттайтын қисық сызық болып табылады. Және осы өндірістік мүмкіндіктер бойындағы көк түсті қисық сызық бойындағы нүктелер ол өндірілуі мүмкін және ресурстарды тиімді пайдаланғандағы нүктелер жиынтығы болып табылады. Егер де A нүктесіне назар аударатын болсақ, біз A нүктесінде ресурстардың бір бөлігін велосипед өндірісіне жұмсайтын болсақ, біз 2000 дана велосипед өндіре аламыз, ал қалған ресурстардан біз 700 дана автокөлік өндіре аламыз. Енді графиктегі B нүктесіне назар аударсаңыздар, B нүктесіндегі товарлар комбинациясы 1000 дана велосипед және 300 дана автокөлікті сипаттайды. Және B нүктесіндегі товарлар комбинациясының саны A нүктесіндегі товарлар комбинациясынан әлде қайда аз. Демек, B нүктесі ол қолда бар ресурстарды тиімсіз пайдаланып, одан аз өнім өндіргендегі жағдайды сипаттайды. Ал егер де біз осы қисықтан тыс жатқан D нүктесіне назар аударатын болсақ, D нүктесіндегі тауарлар комбинациясының саны көп, және бұл тауар комбинациясын өндіруге біздің мүмкіндігіміз жетпейді, ресурстарымыз жетпейді. Демек, бұл қол жетпейтін біздің өндірістік мүмкіндігімізден тыс жатқан нүкте болып саналады. Енді графиктегі C нүктесіне назар аударсаңыздар. A нүктесі мен A нүктесімен салыстырғанда, C нүктесінде біз велосипед көбірек өндіреміз. 2200 дана велосипед өндіреміз. Егер де біз A нүктесінен C нүктесіне жылжитын болсақ, және біз велосипед санын 2000-нан 2200-ге жеткізгіміз келсе, біз автокөлік өндірісінен бас тартуымыз қажет. Автокөлік санын 700-ден 600-ге қысқартуымыз керек. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз, егер де біз қосымша 200 дана велосипед өндіргіміз келсе, біз 100 дана автокөліктен бас тартуымыз қажет. Демек, 200 дана велосипедтің альтернативті құны немесе балама құны 100 дана автокөлікке тең. Альтернативті құн немесе балама құн деп біз бір игілікті алу үшін бас тартуымыз қажет екінші игілік санын айтамыз. Енді мына өндірістік мүмкіндіктер қисық сызығы бойындағы нүктелер, ол ресурстарды тиімді пайдалануды сипаттайтын нүктелер деп айттық. Ал осы сары түсті зонада орналасқан өндірістік мүмкіндіктер қисық сызығынан төмен орналасқан нүктелер жиынтығы, ол өндірілуі мүмкін, бірақ ресурстарды тиімсіз қолданылуды сипаттайтын нүктелер жиынтығы болып табылады. Ал мына көк түсті қисық сызықтан тыс мына оң жақтағы зонадағы нүктелер жиынтығы біздің өндірістік мүмкіндігіміз жетпейтін, қол жетпейтін нүктелер жиынтығы болып табылады. Егер де біз велосипед өндірісінде жаңа техника немесе ресурстарды үнемдейтін жаңа технология ендіретін болсақ, біздің велосипед өндіру мүмкіндігіміз артады. Біз бастапқыда 3000 дана велосипед өндіретін болсақ, енді ресурс үнемдейтін жаңа технологиямен біз 4000 дана велосипед өндіре аламыз. Бұл жағдайда біздің өндірістік мүмкіндіктеріміз кеңейеді және өндірістік мүмкіндіктер қисық сызығымыз жоғары және сәл оңға, мына қызыл түсті нысанға дейін оңға жылжиды. Демек, өндірістік мүмкіндіктеріміздің кеңеюі экономикалық өсуге, көбірек өнім санын өндіруге мүмкіндік береді. Ал оған мүмкіндік беретін не?
Ол ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік беретін жаңа техника мен технологиялар. Жалпы біз осы өндірістік мүмкіндіктер қисығы моделінен нені үйренеміз? Бірінші кезекте бізде қолда бар шектеулі ресурстарымызды тиімді пайдалану қажеттілігін үйренеміз. Және әрдайым әр экономикалық субъектінің алдында таңдау тұрады. Мысалы үшін, жаңағы модельде таңдау тұрды. Велосипед өндіру керек пе, әлде көбірек автокөлік өндіру керек пе? Көбірек автокөлік өндірсек, біз қанша велосипедтен бас тартуымыз қажет деген сияқты таңдаулар тұрды. Сол секілді, өмірде де фирманың алдында таңдау тұрады. Қандай тауарды өндіру керек, қай тауардан көбірек өндіру керек, ресурстарды қай салаға көбірек жұмсаған дұрыс. Және тұтынушының алдында да таңдау тұрады. Отбасы бюджетін қайда жұмсаған дұрыс? Білімге көбірек ақша жұмсаған дұрыс па, әлде арасында демалысқа көп ақша жұмсаған дұрыс па? Дүкенде тауардың қандай түрін таңдап сатып алған дұрыс? Қандай таңдау жасаған кезде біз отбасы бюджетін үнемдей аламыз. Келесі, бұл модель арқылы түсіндіретін жағдай ол балама шығындар. Ол жаңа айтып өткеніміздей, бір игілікті алу үшін бас тартуымыз қажет екінші игіліктің саны және де экономикалық өсу. Өндірістік мүмкіндіктердің кеңеюі экономикалық өсуді сипаттайды. Ал экономикалық өсудің өзі жаңа техника, технологиялар, инновациялар және тағы басқа.